Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін трендтегі ең хит клубника шоколадты ең сәтті және кез келген дүкеннен таба алатын заттармен жасап көрсететін боламын. Видео ұнаған болса, маған да қолдау ретінде каналға міндетті түрде подписация басып тіркеліп, және жылы лебізіңізді комментарийға жаза кетіңіз. Бисмилля, жұмысымызды бастайық. Ең алдымен салқын суымызға клубникаларды жақсылап жуып аламыз. Тазалап жуу үшін 1 чай қасық нан сода қоссаңыз болады. Суымыз салқын болу керек. Білесіздер, клубника, құлпынай бізде жұмсақ болып келеді. Ыстық суға жусаңыздар, былжырап, еріп кетуі мүмкін. Сондықтан салқын суға жақсылап тазалап жуып аламыз. Бір құтыда шамамен 15-16 дана құлпынай болды. Барлығын жуып болған соң, видеода көріп тұрғандарыңыздай құрғақ салфеткамен жапырақтарын да барлық жерін құрғатып аламыз. Интернетте дәл осындай видеолар өте көп, бірақ кейбіреулері құпияларын айта кетпейді. Сіздерге қазір құпиясын айтайын. Әдемі шоколадтың тегіс болып жағылуын дәл осылай құрғатып болғаннан кейін тоңазытқышқа 1 сағатқа шамамен қойып аласыз. Себебі құлпынайларымыз мұздай болу керек. Егер уақытыңыз тығыз болса, тоңазытқышқа да қоюға болады, бірақ ұзақ уақыт емес, 10-15 минут қана аралығында. Тек қана бізге құлпынайларымыз сырты мұздай болса болды. Ал көп кісілер Қазақстан шоколадтан жасаса шықпай қалып жатады, тағы да басқа шоколадтан шықпай жатады. Тек қана итальянский Калебаут шоколадтан жасағандарды ғана сәтті шығып жатады. Ал енді Калебаут шоколадты кез келген дүкеннен таба алмайсыз. Тапқан күнде де сіздер аз мөлшерде ала алмайсыз. Міндетті түрде оны упаковкасымен, яғни пачкасымен алуыңыз керек болады. Сондықтан мен сіздерге барынша ізденіп, тек қолжетімді барлық қыз-келіншектер жасап жей алатындай видео жасап, ізденіп жасадым. Сондықтан сізде менің еңбегімді аманат ретінде бағалап, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Біздегі шоколад барлық дүкенде сатылатын, бағасы небәрі 290 теңге ғана көлеміндегі Яшкинаның молочный шоколады. Дәл осылай кондитерлік пакетке салып, ыстық суға ертіп аласыз. Бұндай пакет болмаса, өздеріңіздің кез келген таза, кәдімгі қолданыстағы салафани пакетиктерге салып ертіп алсаңыз болды. Және де осындай іші шұңқырлау стакан ыдысқа салған ыңғайлы. Себебі қазір біз үлкенірек ыдысқа салып қойсаңыз, құлпынайларыңызды батыру қиын болады. Сондықтан барынша іші кіші және шұңқырлау ыдысқа салып, видеода көріп тұрғандарыңыздай құлпынайды шоколадқа батырып аламыз. Құлпынайдың соңына келгенде біздің шоколадымыз кішкене уже қайтадан қатып бастауы мүмкін. Сондықтан дәл осы ыдыстың сыртынан водяной баняға немесе микроволновкаға қайтадан шоколадыңызды ертіп алсаңыз болады. Себебі біздің құлпыналарымыз мұздай ғой, сондықтан шоколадымыз қатып бастайды. Егер сізде Калебаут шоколады болса, ол тіптен жақсы, себебі ол таза оригинал шоколад. Видеода өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, көп уақыт өтпей-ақ шоколадымыздың қатып бастағанын көріп тұрсыздар. Себебі біздің құлпыналарымыз мұздай болған пайдасы осы. Қыздар, клубника шоколадты бірінші рет жасап тұрмын, және бірінші рет жейін деп тұрмын. Өзім қуаныштымын, дәл осылай сәтті шыққанына, және барынша қолжетімді кез келген дүкеннен таба алатынына. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Дәл осы 15 дана құлпынайға 2 дана шоколад жетті. Міне біздің шоколадты құлпынайларымыз дайын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай сырты теп-тегіс әдемі шықты. Енді тек қалауыңыз бойынша бетін безендірсеңіз болады. Ол үшін қалған шоколадымызды осындай арнайы асханалық пакетімізге салып, бетін өз қалауларыңыз бойынша безендіре бересіз. Бетін безендіруді өз қалауыңыз бойынша, өзіңіздің фантазияңыз бойынша қалағанша безендіре аласыз. Менікі енді кішкене әдемі шықпаған сияқты безендіру, бірақ біріншіге болады. Аз болсын, сіздер де жасап, өздеріңізді қуантып, трендтен қалмай дәмін көріңіздер. Ал мені міндетті түрде қолдауды ұмытпаңыз. Жаңағы айтқандай каналға тіркеліп, және жылы лебізіңізді комментарийға жаза кетіңіз, немесе ұсыныстарыңыз бойынша алдағы уақытта қандай рецепт күтесіз, соларды жазсаңыз болады. Ал дәмі бізге ұнады. Клубниканың өзін жегенде дәмі онша жоқ болған, ал шоколадпен қосып жегенде дәмі өте керемет болды. Назарыңызға рахмет.